бір адам әлде бір үлкен компанияға аула сыпырушы болып жұмысқа орналаспақ болады. Кадр бөлімінде оған түрлі сұрақтар қойылып, арнайы тест бағдарламасынан өткеннен кейін оған құттықтаймыз, сіз жұмысқа қабылдандыңыз. Жұмыс кестесін жіберу үшін өз email адресіңізді қалдырыңыз депті. Негізі менің email түгіл компьютерімде жоқ еді дейді әлгі адам. Ендеше сізді жұмысқа ала алмаймыз. Біздің қызметкерлердің барлығы жылдан байланыспен топтық жұмыс үшін email қолданады. Бұл компаниямыздың басты талаптарының бірі, деп жөнімен кетіпті. Көрмей жатып жұмыстан шығып қалған адам тезірек компьютерге ақша жинауды ойлайды. Осылайша ол қалтасындағы $30 бір фермерден 10 килограмм алма сатып алып, көшеге шығып сатады. Дәмді әрі пайдалы экологиялық таза өнімнің саудасынан ол 1-2 сағаттың ішінде ақшасын 2 есе өсіреді. Ал небәрі 6 сағаттан кейін оның қаржысы $300 жетеді. 10 есе пайда көрген жігіт ешкімнің қол астында жұмыс істемей-ақ күн көруге болады екен-ау деген ойға келеді. Арада біраз уақыт өтіп, алма сатумен көлік алады. Кішігірім дүңгіршек ашып, кейін ол үлкен дүкенге айналады. Ал тағы 5 жылдан кейін алма сатушы ол дүкеннің супермаркеттер желісіне дейін көтереді. Сонымен ол өз бизнесін сақтандыру үшін арнайы компанияға барады. Ол жердегілер тиімді ұсыныстар жайында хабарлама жіберу үшін алма сатушының email адресін сұрайды. Ал ол біраз жыл бұрынғы жауабын айтады. Яғни, менде email түгіл компьютерде жоқ деп жауап береді. Табысты бизнесменнің мұндай жауабына таңғалған менеджер, егер компьютеріңіз болса, сіз қандай табысқа жетер едіңіз дейді, таңдайын қағып. Сонда әлгі адам, мен бір компанияның аула сыпырушысы болар едім депті. Алдымыздан бір есік жабылғанымен ашық әлі 10 есіктің барын ұмытпаңыз. Және соған қарай ұмтылыңыз.